Әкелерімізге аңыз болған 58 жастағы темір Майк Тайсон осы аптада жұдырықтасады. Ассалаумағалейкум соқпар арнасының сүйікті көрермендері, сіздермен Өстемір Әзіретханұлы. Бүгін сіздермен Майк Темір Тайсон және Джозеф Джейк Пол арасындағы жекпе-жекке кеңінен талдау жасап, артынан болжам жасайтын боламыз. Яғни кімнің жеңіске мүмкіндігі көбірек екендігін талдап көреміз. Ең бірінші бұл жекпе-жек 16 қараша күнге жоспарлануда және де Америка құрама штаттары Арлингтон қаласында өтеді және де 8 раундқа жоспарланған. Бұны бір мамандар боксқа, бір мамандар шоуға балауда. Ең бастысы бұл жекпе-жек болады және бұл жекпе-жек сатылған басқа емес, нағыз жекпе-жек болса екен деген тілегіміз бар. Енді бірінші Майк Тайсонға тоқталайық. Майк Тайсон темір Майк деген есімі бар. Өздеріңіз білесіздер, өзінің кәсіби мансабын 1985 жылы бастаған. Сол жылдан бері міне қаншама жыл, 40 жылға жуық уақыт бойы Майк Тайсон біздің есімізде, біздің құлағымызда, әрбір жанкүйердің есінде. Және осы бір Майк Тайсон ол 1985 жылы өз мансабын бастап, бірінші жылы, дәл сол 85 жылы 15 жекпе-жек өткізген. Және онымен қоймай 1986 жылы, екінші жылы бірден 13 жекпе-жек өткізген. Бір жылдың ішінде 13 жекпе-жек деген, 15 жекпе-жек деген енді айына 2 жекпе-жектен болып жатыр ғой, былай келген кезде. Енді керемет жеңіс, енді мансабын өте керемет бастаған және ол әлемнің ең үздік боксшыларының бірі екендігінің тағы бір дәлелі. 20 жасында ауыр салмақта әлем чемпионы болған. Және де 21 жасында абсолютті әлем чемпионы болған. Ауыр салмақтағының барлығын қырып жойған былай келген кезде. Және осыдан кейін бұл жігіт ары қарай чемпиондық атағын 6 рет, абсолютті чемпион атағын 6 рет қорғаған. Яғни бұндай үлкен жеңістерді сол сәтте, сол дәуірде бүкіл адамдарға бірден шок, жаңалық ретінде бүкіл әлемге дәл осылай танымал болған боксер. Және 2005 жылы ең соңғы жекпе-жегін өткізген, ресми жекпе-жегін. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, Рой Джонспен спарринг форматында бір рет жекпе-жек өткізгені бар. Енді одан бөлек жалпы аса ауыр салмақта жұдырықтасады мансабының басынан қазірге дейін. Және тағы бір таңғаларлық дерек оның бойының ұзындығында 1,78 см. Орта салмақтағы, тіпті жеңіл салмақтағы боксшылардың бойы 1,78 ғой негізі. Және қолының құлашы 1,80 см құрайды. Және 58 жаста, дәл қазір енді 60-қа келген шағында керемет тағы бір рингке оралып, шоу жасап, бүкіл әлемге өзінің есімін тағы бір қалдырғысы келеді, тарих жасағысы келеді. Және өзінің кәсіби мансабындағы рекорды 58 жекпе-жек өткізген, оның 2-і болмай қалған, 6-ы жеңілген, 6 жекпе-жекте және 50 жекпе-жекте жеңген. Оның 50 жекпе-жектің 44-ін нокаутпен жеңген, сондықтан ол 20 ғасырдың ең үздік нокаутері атағын алған. Қаншама жылдар, жыл адамы, жыл нокаутері, үздік жекпе-жек, қайта оралу сынды керемет атақтың барлығында өз уақытында, өз дәуірінде алып үлгерген. Келесі кезекте Майк Тайсонның қарсыласы Джозеф Пол. Бұл жерде барлығы ойлауы мүмкін, кезінде Майвезермен шыққан жігіт емес пе деп. Олай емес, себебі Майвезермен шыққан ол Логан Пол. Дәл осы Джейк Полдың бауыры. Екеуі де актер, екеуі де блогер, екеуі де ютубер және осы соңғы жылдары 2020-21 жылдары екеуі де кәсіпқой боксты бастады. Ал Джейк Пол ол 27 жаста 2020 жылы өзінің кәсіби мансабын бастады. Қазіргі мансабында 11 жекпе-жек өткізіп, оның біреуінде жеңіліп, онында жеңіп үлгерді. Және жеңген қарсыластарының ішіне қарайтын болсақ, оның ішінде 3 UFC-дің бұрынғы чемпиондары бар. Соны ойлай келе, енді бұл жерде шынымен де мардымды қарсылас екендігін, Майк Тайсонға жақсы қарсылас бола алатындығын көруге болады. Бұл жерде көптеген мамандар өздерінің пікірлерін білдіруде, боксқа қатысы бар, қатысы жоғы бар. Оның ішінде бір екі адамның пікірін қоса кетейік. Дональд Трамп ол Майк Тайсонды қолдап,
оның аңыз адам екендігін айтып, және де бүгінгі күнде Майк Тайсонның қайта оралғанына қатты қуанатындығын және оның жекпе-жегін сүйсініп қарайтындығын жеткізді. Кезінде ол Дональд Трампта өзінің мансабын бастап жатқан кездерде Майк Тайсонның қолдағандығын ескере отырып, оған сәттілік тіледі. Екінші бір тұлға Амир Хан. Бұл да ұлы боксшылардың бірі, өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі таңда енді бокспен айналыспаса да, бокстан шет қары қалса да, осындай мәлімдемелердің арасында жасап тұрады. Майк Тайсонға жеңіс тіледі және одан бұрын денсаулық тіледі. Шынымен де дәл қазір Майк Тайсонның денсаулығы ол үлкен бүгінгі таңда алаңдайтын фактор. Себебі бұған дейін дәл осы жекпе-жек болады деп, бірақ болмай қалған болатын. Оның болмауының бірден бір себебі Майк Тайсонның ауырып қалуы еді. Осы бір тұста қызық бір дерек. Джейк Пол дәл қазір Майк Тайсонге мынандай ұсыныс жасауда: мен саған $5 миллион беремін, егер менің 4 раундыма шыдап берсең дейді. Енді мұндай мәлімдеме жасау үшін өте үлкен дух керек. Майк Тайсонның үлкен кәрі болып қалғандығын енді пайдаланып отыр деп ойлаймын, бірақ оған сынатын Майк жоқ деп мен өз басым есептеймін. Және егер 4 раундқа шыдай алмасаң, онда сен мені жақсы көремін деп, яғни Джейк Полды жақсы көремін деп, өзіңнің татуировкаңмен денеңе жазуың керек деп айтып жатыр енді. Бұл ұсынысты Майк Тайсон қабылдайды, қабылдамайды білмеймін, бірақ осындай қызықты мәлімдеме бар. Енді екеуінің алатын ақшаларына келетін болсақ, Джейк Пол $40 миллион гарантированный ақша алады, яғни міндетті ақша, және Майк Тайсон $20 миллион алады. Екеуінің суммалары осындай. Яғни барлығы да Джейк Полды жеңеді деп ойлайды. Енді мен өз нұсқамды айтайын. Бұл жерде IQ ол Майк Тайсонда жоғары, әрине, боксерский IQ. Екінші техника, базалық техника ол әрине Майк Тайсонда жоғары. Және үшінші бұл менталитет, чемпиондық менталитет, психологиясы өте жақсы. Дәл қазір енді құртылып кетпеген болса, Майк Тайсонның бұрынғы миының қыртыстарында неше түрлі чемпиондық нейрондар жатыр. Сондықтан ол чемпион болуға, қарсыласты жеңуге аш қасқырдай келесі бір жемтігін жеуге ұмтылады. Сондықтан мен осы бір үш фактормен Майк Тайсон жеңеді деп ойлаймын. Ал бұл жерде Джейк Полдың жеңіп кету ықтималдылығы ол әрине Майк Тайсонның жас ерекшелігі және де менталитетінде де кішігірім дүниелер бар. Енді не дегенмен UFC-дің экс-чемпиондарын, 3 экс-чемпионын ұтқан. Сондықтан бұның өзі оның менталитетінде жақсы бір жеңіске деген құштарлықтың бар екендігін көрсетеді. Және жас ерекшелігі 27 жас, 58 жас, енді айырмашылық өте үлкен. Әкесінен де үлкен адам ғой, былай қарап тұрсаң. Осымен жекпе-жек өтейін деп жатыр. Осы жерде Джейк Пол жеңіп кетсе, ол бір жас ерекшелігінің арқасында жеңді деп ойлаймын. Қазір енді табиғи күш-қуаты өз бойында. Ал техникалық жағынан, шынайы боксты түсіну жағынан, оның барлық жағынан, енді физикалық жағынан кішкене қиындық туады, я. Осы жас ерекшелігі болғандықтан, әрине физикалық жағынан Майк Тайсон қиын болады. Бірақ боксерский IQ, техника, менталитет жағынан бәрібір Майк Тайсон жеңеді деп ойлаймын. Сіз қалай ойлайсыз? Барлығында комментарияға жазыңыз. Сол жақта біз көрейік, талдайық, кім жеңіске жететіндігін. Енді менің болжамым ол болжам ғана, білесіздер. Ол мен нақты айттым, осылай болу керек, болады деген сөз емес. Жай ғана болжам, қателесуім де мүмкін. Соққы арнасымен бірге болғанына үлкен рахмет. Бүгінгі шығарылым сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер видео ұнаса, онда достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар.